және осы Мгм. жобалармен қалай жұмыс істейтінін айтып берсеңіз. Жақсы. Демонстрация менде, иә? Ашылып жатыр. Саламатсыздар ма? Есімім Есенбек Құрбан. Шымкент қаласы номер 80-ші IT мектеп лицейінің информатика пәні мұғалімімін. Кішігірім жұмыстарымен таныстырып өтсем, жаңағы естіген боларсыздар, жарыстардың түрлері айтылды бізде. Сол жарыстарға біз бірнеше жылдан бері қатысып келе жатырмыз. Оның ішінде қысқаша ғана айтып кете салайын. Ол Роболенд 2021-де біз екінші творческий категория бойынша бірді алғанбыз. Биыл 2022 жылда творческий категория бойынша бірінші орынды алдық. И Алматы ТЧК жаңа айтылды, Алматы қаласы әкімдігінің кубогы бойынша. И бізде Шымкент қаласында жыл сайын номинациялар болады. Биыл бізде Шымкент қаласының әкімінің өзі үздік робототехник деп 3 жігітке берді. Соның біреуін мен алдым. Үздік робототехник деп. И қазіргі таңда информатиктердің ең үлкен проблемаларының бірі ол ұлттық бірыңғай тестілеуге информатиканың кіргенін бірі білсе, бірі білмейтін шығар. Бірақ информатиктер үшін өте ауыр жыл осы биыл болды. Ол ұбт-ға оқушыларды дайындау. И сол жайында қазір информация жасап жатырмын. Онлайн және офлайн. Рет-ретімен бөліп алайық. Мен жоғарғы санатты айтып кете салайын. Біз білеміз, мектеп бағдарламасында робототехника үйірме ретінде біз легоны қарастырамыз. Одан кейін жоғарғы орта буындарға біз ардуиноны қарастырамыз. Ардуиноның қазір барлығы жақсы біледі. Соның ішінде бізге үлкен бір сабақ болған және көп қиындықтардың алдын алуға возможность берген ол логикалық операциялар. Ең бірінші оқушыларға робототехникалық бір идея табылғаннан кейін, мысалға бір идеяны жасаймыз деді, жаңағыдай умный домның бір мәселесін қарастырғаннан кейін балдарға бірден проектті бастаудың қажеті жоқ екен. Ол жерде бірінші біз логикалық операцияларды жақсы білуіміз керек. Олсыз бүкіл проекттеріңіз өте қиын болады. Барған жерде қайтадан құрастыру, қорғау, проекттің істемей қалуы көбінде болып жатады. Егер бала логикалық операцияларды жақсы білетін болса, соның ішінде конъюнкция, дизъюнкция, инверсия, эквиваленция, импликацияларды жақсы білген балаға любой жерде проектті қайтып өңдеп шығуға мүмкіндік алады. Мысалға біз транспортировка жасаймыз көп жерде, Қарағандыға, Алматыға. Сол кезде бізде болады датчиктердің үзілуі, бұзылуы деген сияқты. Сол кезде біз осы бірінші проблема сол логикалық элементтерін жақсы білгеннен біз қайтадан құрай аламыз. Жалпы информатиктерге мен айта кететін болсам, бізге ең көп білу керек болған нәрсе олар робототехникалар үйірменің екі буын білуіміз керек. Ол төменгі буынды да жақсы білуіміз керек, и жоғарғы буынды да жақсы білуіміз керек. И қазіргі таңда бізге STEM және робототехникалық кабинеттер келіп жатыр. Және информатиктерге ол тағы да қосымша бізге технология кабинетімен байланыстырды. Ол технология ұлдар, технология қыздар. Яғни біз меңгеруіміз керек ол төменгі буындағы үйірмені жақсы меңгеруіміз керек, ол леголарды. Одан кейін орта буындағы үйірмедегі ардуино жақсы меңгеруіміз керек. Одан кейін STEM және STEAM кабинет, робототехника үшеуі үш түрлі кабинет, үш түрлі мағынасы бар. Және де біз технологиямен, қосымша станоктармен жұмыс жасауымыз керек. Осындай қазіргі негізгі бұлар проблемаға да кіріп кетеді. Информатиктер осыларды жақсы білу керек. Және STEM және STEAM кабинеттерге келетін аппараттарға основной негізгілеріне назар аударатын болсақ, олар 3D принтерлер, лазерлер, ЧПУ станоктар және де микроконтроллерлер. Олар Arduino болуы мүмкін, Lego болуы мүмкін, Raspberry Pi болуы мүмкін. Соның ішінде 3D принтерлардың келіп жатқаны өте көп болды. Даже STEM және STEAM кабинет жоқ болса да, бізде 3D принтер бар көп мектептерде, республикада, аудандарда, облыстарда. Қазіргі таңда лазерлер өте көп келіп жатыр, и ЧПУ станоктар аз, бірақ келіп бастады. И микроконтроллерлер. Бұлар қазіргі бізге келіп жатқан кабинеттердің негізгі бетке ұстар станоктар осылар. Рет-ретіне тоқталып кететін болсақ, 3D принтерде ең алғашқы берілген кезде біз модель шығарып көрсетуіміз керек. Оқушыларға жаңағыдай браслет деген сияқты.
ол затты біз білмейміз. Изначально 3D принтерді алғаштап көрген кезде бізге көмекке ресми сайттар келеді. Ол бізге осы сайттар арқылы біз көптеген мәліметтер ала аламыз. Мысалға ең көп сайттар олар Instructables бен Thingiverse. Осы екі сайтта өте көптеген, бұлар ашық платформалар. Осы жерде материал алып шығарып балдарды бірінші қызықтыруға болады. Станокты білмесеңіз де, мысалға кабинет жоқ болса да балдардан осы жерден дайын модельдерді алып шығартып көруге болады. Және бұл жерде сразу біліп кету керек, ол Cura программасының артықшылығы ол осы виртуальный принтер. Осы виртуальный принтерға сіз шығаратын модельді беріп, одан кейін барып печатқа берсеңіз болады. Келесі бізде ол лазерный станок. Бізде Шымкент қаласында өте көп қазір популярный болып кеткен станоктар алу. Жекеменшік мектептер өздері қаражатын алады, ал мемлекеттік бағдарламаларда бұл уже робототехника, кабинеттер деген кезде кіріп жатыр. Размерлері әртүрлі болуы мүмкін. Бұнымен жұмыс жасауда біз екі программа білсек жеткілікті. Олар SketchUp және де CorelDRAW. SketchUpты білу информатика мұғалімдерге аса қатты қиындық туғызбайды, және оқушыларға да қатты қиындық туғызбайды. Өйткені бізде SketchUp бүкіл мектеп бағдарламасында 6 сыныпта өтіледі. Одан кейін CorelDRAW бұл станокқа, печатқа беру үшін. Қазір барлығына кішкене практически тоқталып кететін боламыз. ЧПУ станок келген күнде де тура осылай жұмыс жасалынады. Лазер мен ЧПУ-дің разницасы, лазер отпен кесетін болса, ЧПУ оборотпен кеседі. Аса бір қатты разницалары жоқ, бірақ екеуінде де біз SketchUp бағдарламасын білсек жеткілікті, чтобы модель сызу үшін. Қазір бұларға да жеке-жеке тоқталатын боламыз. Біз білеміз, барлығы жоғарғы сыныптарда микроконтроллермен жұмыс жасағанда Arduino пайдаланамыз. Arduinoның онлайн версиясын пайдаланамыз, және де офлайн версиясын, олардың электронный схемасын сызамыз. Бізде енді техникалық журнал деген кез келген жарыста сұралады. Сол жерде біз электронный схемасымен көрсетеміз будущий проекттің. Ол бізде фризинг бағдарламасында сызылады. Программа Arduino'да жазылады, онлайн бірінші тексеріп көру үшін Tinkercad'ты пайдалануға болады. Одан кейін ең дұрыс код негізі ол визуалды код деп айтылады. FLPROC деген программа бар. Бұл информатика емес, барлық адамдарға қатысты. Яғни сіз химик, биолог, физик болсаңыз, сіз код жазуды білмейсіз. Элементарный визуальный код арқылы мен жаңа сіздерге басында айтқан едім, логикалық операцияларды жақсы білсе жеткілікті деп. Бұлардың барлығы сол логикалық операциялар негізінде құралады. Бұның бір артықшылығы, бұның коды еш уақытта қателеспейді. Arduino мен код жазып жүргендер жақсы біледі. Көп жағдайда сбой болады, задержкадан болуы мүмкін деген сияқты, пиндер дұрыс берілмеуі мүмкін. Ал визуальный кодты жазу арқылы сіздің программаңызда еш уақытта ошибка шықпайды. Енді бұл өзімнің практикамнан болған. Электронды схема бізге не үшін керек? Мысалға, сіздің проектіңіз бітіп қойды. Мысалы, умный домыңыз бар, бір сымыңыз үзілді сіздің, допустим, вентилятор үзілді да. Сіз оның қайда жалғағанын қалай білесіз? Сіз до этого, егер сіз фризинг бағдарламасында сызып алған болсаңыз, сол кезде сіз қарайсыз, допустим, мотор қайда жалғанған, реленің бір аяғына жалғанған, демек релені іздейсіз, и так далее. Сізде заранее барлығы сызылған электронный схемасы болу керек. Бұрындары біз білмегенбіз, бұларды біз қолмен сызатын едік. Arduino сызамыз, одан кейін кнопка сызамыз, одан кейін дисплей сызамыз, солардың барлығын сызып байланыстырамыз. Кейіннен білдік, что осындай программа бар, еще тегін, бірақ бұнда код жазамайсыз, бұл тек қана схема сызуға арналған. Және де таныстырған кезде де бала проектпен таныстыра алады, или схемамен таныстыра алады, ешқандай проблема жоқ. Енді каждыйына жеке-жеке тоқталып кететін болсам, біз бірінші сіздерге бір идея келді деп қарастырайық. Мысалыға, умный дом, ең популярный проекттердің бірі, себебі 10-шы класстың информатикасында да бар. Біз умный дом дегенді мектеп бағдарламасында өтеміз. Біз 6-шы класстың білімін пайдалану арқылы SketchUp бағдарламасында сызамыз. Және де бұның SketchUp-тың жақсы бір қасиеттері, кез келген датчиктің өзінің орындарын береміз. Мысалға, Arduino Mega осында тұрады. ЖК дисплей осында, мысалы, кіреберісте тұрады дисплей. Одан кейін есікті кіреберісте серво ашып тұрады деп айтады. Одан кейін әрбір бөлмелерде жарық шамдар, 5 миллиметровый, одан кейін не дейді, пьезо элементтер тұру керек деген сияқты барлық элементтері осында сызып көрсетесіз. Және де бұны біткеннен кейін
2D-ға шашамыз. Бұл жердегі артықшылығы бала проект қолында да тұрады, осы умный дом, и модельде тұрады. Осы моделіне қарап айтып бере алады, қай жерін қалай сызғанын, және де бұларды кез келген размерде шығаруға болады. Мысалы, қазір мынау менің умный дом 5 мм фанераға арнап есептелінген. Есігі, даже мұнда ЖК дисплей, қазір қайда орналасу керек, и олардың барлығының орындары заранее белгіленген. Бізде проектте көп жағдайда сыртқы қаңқасына да аса қатты внимание аударады. Көп жағдайда әрине дұрыс, қолмен жасаған жақсы. Бірақ осындай технология бар болып тұрып пайдаланатын болсақ, осылай скетчаппен сызған более дұрыс. Осыны сызып алғаннан кейін сіздер бұны 2D-ға сақтайсыздар, ол өте оңай, экспортталады 2D бойынша. Экспортталған проект ол Corel Draw-ға түседі, мінекей, Corel Draw-ға түсіреді оқушылармен бірге мұғалімдер, и жаңағы соединение шипаз деген осы. Осылардың барлығын құрастырып біткеннен кейін жаңағы сіздің сызған үйіңіз сызады. Мен для примера айтып жатырмын. Еще клей аз кетеді, точно шығады проекттер, әдемі болып шығады. Осымен сыртқы қаңқасы дайын. Сыртқы қаңқасы дайын болғаннан кейін сіз электроникасын қалай байланыстырасыз? Электроникасын сіз заранее өзіңіз сызып алған фризинг бағдарламасына қарайсыз. Мысалға, дисплейді жалғадыңыз, дисплейдің каждый сымы қайда жалғанатынын осы жерден қарап аласың. Допустим, минусқа SD, SL порттар. Оқушылар вообще ұмытпайды, қай жақтан келіп жатыр, питание қалай келіп жатыр. И судья мысалы сұрайды, мына датчик не қызмет атқарады, қайқа жалғанған деген кезде бала схемаға да қарап айтып бере алады, и дальше проекттің өзіне де қарап айтып бере алады. Осымен біздің проектіміздің сыртқы қаңқасы шықты деген үміттеміз. Мысалы шықты десек, байланыс жасап қойдық, мінекей, олардың бәрін пайт етеді, клейлейді и так далее. Ендігі мәселе ол код жазу. Код жазуды екі түрлі жолмен қарастырсақ болады. Олар простой Arduinoның өзімен, Arduino арқылы жасақ болады, және де визуальный. Бұл информатик емес мұғалімдерге арналған базовый элемент тұр, жаңа логикалық элементтер. Осыларды пайдалану арқылы бірден код жаза беруге болады. Просто схемалардың байланысын білсе болды. Қайсы не қызмет атқаратын, одан кейін генерировать ететін болса, бұл автоматически өзі сізге кодын шығарып береді. Әрине, бұл енді жарыстарда бағаланбауы мүмкін, себебі бала желательно кодты өзі жазған дұрыс. Бала қай кезде проекттің баланың өзін істеген білуге болады, егер ол кодты айтып бере алатын болса, схеманы айтып бере алатын болса, және сызылған 3D программасын айтып бере алатын болса, онда білуге болады, что бала проектті өзі жасаған. Және қандай сұрақ қойсаң да бала жауап бере алады, себебі каждый элементін бала өзі сызады, өзі кодты жазады. Ал FLPROG любительский деп те айтуға болады, немесе информатикадан аса қатты хабары жоқ мамандарға арналған деп айтсақ болады. Жалпы біз барлық жарыстарда осы элементтерді ұсынамыз. Бірінші 3D-ны ұсынамыз проекттің, одан кейін схемасын ұсынамыз, одан кейін кодын ұсынамыз. Бұлардың барлығы бізде техникалық журналға жазылып отырады. Мен де қысқаша осы, сұрақ сұрайым дейтіндер болса, біліп атсақ жауап берейік. Ой, тамаша, рахмет. Сұрақтарыңыз болса, бізде уақыт бар әлі. Сұраққа жауап беру. Осы берілген. Супер. Онда сұрақтар тумаса, келесі бізде Қуаныш Шалапаев деген әріптесіміз бар. Сізге сөз. Құсары қаласы. Рахмет. Саламатсыздар ма? Қайырлы кеш барлықтарыңызға. Менің аты жөнім Қуаныш Шалапаев. Осы Атырау облысынамын. Осы Казроботекс федерациясында бір жылдай мүше болдым. Содан бері жұмыс жасап келе жатырмыз. Менің тақырып көрсететінім, енді манағы Құрбанәлі мырзаныкіндей технический жағымыз, бөлі тақырып таңдау, манағы мәселені қалай шешуге болады деген сияқты. Біз қандай мәселе жобалар жасадық, сол бойынша. Мысалы, мен өзім осы робототехникаға қалай келді деген
болсақ, жалпы негізгі қосымша білім беру мекемесінде жұмыс жасаймын. Жылой ауданда жас техниктер станциясы. Негізгі бағыты техникалық бағыт. Оның ішінде авто, химия үлгілеу, зымыран, робототехника қосылды. Осындай 10 түрлі бағытпен жұмыс жасаймыз. Соның ішінде робототехникамен жүріп жатырмын, қосымша зымыран үлгілеумен айналысамын. Қазіргі таңда осыған дейін біздер қосымша білім беру мекемесінің Румсудоның ұйымдастырған республикалық жарыстарына қатысып келе жатырмыз. Соңғы 2018 жылдан бастап осы Казроботекстің робоспортына қатыстым. Және балалар дайындадық. 18 бен 19-да облыстан аса алмадық. Кейін дайындық жасап, 20-да республикалық онлайн жарысында жүлде алдық. 22-де республикалық финалға бардық робоспорт бойынша. Сосын робопрожект бойынша осы 21-де осы концепт бағыты бойынша 10-14 жас аралығында біздің оқушыларымыз, біздің команда осы Казробопроекттен бірінші орын алды. Жалпы айтылып жатыр, осы тақырып таңдаған кезде де ол қандай болу керек? Мен осы жөнінде айтқым келеді. Ғылыми техникалық бағытта негізгі мәселе тақырып таңдау. Егер тақырыбыңыз өзекті болса, қалған нәрселер өз орнымен болады деп есептеймін. Біздер тақырып трэшбот деген жоба бастадық. Осы 2 жыл бұрын бастадық. Оны Казробопроектке ұсындық. Бұл сіздер көріп отқандарыңыз бастапқы үлгісі. Одан кейін Казробопроектке басқаша екінші концепт ұсындық. Негізгі мәселесі бұл жерде бұл Құлсары қаласы, жалпы Атырау облысындағы шағын қалалардың бірі. Құлсары қаласы, Құлсары қаласының ішімен Құрсай деген өзек өтіп жатыр. Өзек дейміз, өзеннің кішкентай түрі. Сол өзен осы Құлсары қаласы моноқалаға кіргеннен кейін айналасына шамдар орнатты, отырғыштар орнатты, төсемтас брусчатка орнатты, қалаға бір әдемілік берді. Енді осы Арбат бойымен жүріп бара жатсаңыз, оң жағыңызда Құрсай өзегі бар, ағып жатыр қаланың ішімен. Қала, мысалы, сол кезде оның үстінде толған қоқыс болды. Ертең келе қамыстар өсе бастады. Сол мәселе маған бірінші өзекті болып көрінді. Оқушыларға ұсындық осы тақырыпты. Осыдан кейін осы тақырып бойынша жұмыс бастадық. Яғни біздің трэшбот дегеніміз, аудармасы трэш дейтін қоқыс, мусор, бот дегеніміз роботтың қысқаша түрі. Трэшбот өзен көлді тазалаушы. Негізгі жобаны пайда болу идеясын жаңа айтып жатырмын. Құрсай суреттен көріп отырсыздар. Жобаның мақсаты осы. Мысалы, жоба таңдаған кезде жаңа айтылып жатыр, әлемдік глобальный мәселе емес, соның ішіндегі бір бөлігі. Мысалы, біз негізгі мақсат алған жоқпыз, Құрсай өзенін 100% тазалаймыз деп. Соның ішінде бір бөлшегін алдық, яғни қалқымалы қоқыс. Яғни ол мәселені бөліп алдық та, қалқымалы қоқыс, яғни баклажды, қалтқы, әртүрлі бір пакеттерді жатқыздық. Осыған жоба ұсындық. Жобаны кіріспестен бұрын міндетті түрде сіз нарықтық талдау жасайсыз. Мысалы, әлемде, шетелде қандай құрылғылар өндіріп жатыр, осы бағыт бойынша біз талдау жасадық. Бірінші көріп отқандарыңыз, Франция мемлекетінде жасалған Медуза деп аталады. Мысалы, қарап отырсаңыз, барлық шетелде өздерінің прототиптері бар. Яғни оларды сәйкесінше үлгі қылып шығарған, яғни өндіріске кеңінен пайда болмаған. Сол секілді Қытай мемлекетінде бар, Үндістанда, бізде үндіс мемлекетінде пайда болған. Яғни оның бәрі жоба. Мысалы, Ганга өзенінің ластануы, Тынық мұхитының ластануы деген сияқты әлемдік мәселе. Осы төңірегінде, мысалы, Қазақстан бойынша біз іздедік. Мысалы, Ресей мемлекетінде үлкен техникалар бар екен. Кешіріңіз, Қуаныш, сізде
презентация ашылмай қалды. Завис. Қайтадан сөндіріп, қайтадан ашып көрсеңіз. Басынан көрінбей қалды ма, или? Басынан көрінбей қалды. Осы. Просто пролистайте сразу. Осы қоқыс жинайтын робот. Мысалы, бана айтылып жатқан сөздер естіліп жатыр ма? Сөздеріңіз естіліп жатыр. Нарықтық талдау, осы жоба жасаған кезде біз нарықтық талдау жасадық. Нарықтық талдау. Енді осы бойынша, мысалы, Ресей мемлекетінде осында үлкен техникалар бар екен. Ол трактордың көлемінде, бұл біздің жағдайда, мысалы, шағын, мысалы, неге, көлшіктерге, мысалы, өзектерге келіңкіремейді екен. Яғни біздер, мысалы, Франция мемлекетінде көлемі 70-70 сантиметр болатын құрылғы ойлап шығарған. Оның негізгі, ол жерде, мысалы, сеткасы бар. Ол жерде де қоқыс тазалау демеген, жаңа бізде мұхиттағы қалдық мұнайдың төгілгендері бар ғой. Яғни бұның функциясы, ода арнайы фильтр сеткасы бар. Осы судың ішінде құрамындағы жағымсыз химиялық элементтерді сүзіп алады екен. Яғни осы жоба, біздің жобада біздің негізгі позициямыз қоқысты жинау болды. Осы жобаны айналысып келе жатқан кезде біздер мәселеге келіп тірелдік. Яғни біздің жобаны, мысалы, концепция қылып алдық, идеямызды қолдан макетін жасадық. Алып келген кезде суға жүргізіп қарадық. Біздің негізгі минусымыз, біздің негізгі позициямыз қоқыс болмай шықты. Біз бірінші осы Құрсай өзегінде қамыстарды шабуымыз керек екен. Яғни біз осы концепцияны жұмыс жасау мақсатында негізгі мәселеміз алдағы уақытта, бұл енді бізде болашаққа қалдырдық. Қазір осы биыл 23-ші жылы осы жобамызды қайтадан қолға алып бастадық. Енді біз бірінші қоқыс емес, бізде бірінші қамыс шабатын, қамыстарды шабатын, соның шабудың жаңа қалай шабады деген сияқты мәселелерді шешу мақсатында жұмыс жасап жатыр. Жаңа біздің құрылғымыздың функционалдық құрылымы, жаңағы сізге осындай біздің жобамызды қандай функциядан тұрады, мысалы, қандай құрылғылар бар ішінде, винт, аккумулятор, жаңа сізге Құрбан мырза айтып өтті ғой, әдемі шешімдерді, мысалы, бір платформа арқылы қолданса болады. Біз сіздерге слайд ретінде дайындағанбыз. Яғни осындай жобалар, мысалы, жасайтын болғасын, қолжетімді материалдардан, яғни қалтқы, пеноплекс, ПВХ, акрилді бояулар. Енді сіздер жоба жасаған кезде анализ жасайсыз, экономикалық пайдасы, әлеуметтік маңыздылығы. Біз өзімізше талдау жасап көрдік. Яғни біздің құрылғы бір күнде, мысалы, бір сағат аккумулятормен жұмыс жасаған кезде, бір сағат, немесе жарты сағат, 20 минут жұмыс жасаған кезде 1,5-2 килограмм, мысалы, қоқыс жинайтын болса, бір аптада 7-10, бір жылда, мысалы, жарты тоннадай қоқыс жинайды. Яғни біз осы арқылы Құрсай өзегінің ластануын тазартуына көмегімізді тигіземіз деп есептеп отырмыз. Енді мана айтылып жатыр, осы жоба дайындаған кезде инженерлік не болады, журнал. Соны біздің жобамыздың инженерлік журналын көрсетіп өтсем, мысалы, яғни осылай жоба жасаған кезде инженерлік журнал жасалады. Жаңа сіздерге таныстырып өтті. Мысалы, бұл жерде команданың мүшелері, мысалы, функционалдық қызметі, мысалы, команда аз дегенде 2 оқушыдан арғы 5 оқушыға дейін
рұқсат етіледі. Бізде осы жобамен 2 оқушы айналысты. Осы оқушылар қазір біреуі осы Ақтөбе қаласында нишқа түсіп кетті. Яғни біздің жобамыз тұрып қалды да, қазір қайтадан басқа командамен жасақтап жатыр. Сосын анықтама және жобаның нарықтық зерттеулер, осы реттілік бойынша жоба жасасаңыз, сіздің жобаңыз барлығына түсінікті. Мысалы, ғылыми маңыздылығы, научный часть, функционалдық құрылымдары, яғни бұл жерде рұқсат етіледі. Сіз қолмен жасасаңыз да, мына арнайы платформамен жасасаңыз да, осы жобаңыздың қандай құрылымнан тұрады, яғни мына қабылдағыш, таратқыш, мысалы камера бола ма, мысалы деген сияқты. Сосын осы жоба жасауға кеткен, мысалы электроника, мотор, қандай мотор қолдандыңыз, пульт, камера қандай, осы бізде осы көріп отқандарыңыздағы, бізде осы жобаны жүзеге асырудағы кеткен барлық құралдардың тізімі. Яғни бізде жасалу барысы, мысалы біз осы қоқыс жинайтын жобамызды 2 мәрте жасадық. Бірінші шағын көлемде, бізде шағын өзіміздегі станцияда бассейнге жүргізіп көрдік. Одан кейін үлкейттікте алюмин қалтқыдан, мысалы қалтқы корпусын алюминнен үлкен көлемде жасадық. Мынау суретте біз бұны Құрсай өзегіне жіберіп көрдік. Жобамызды іске қоспастан бұрын, бұл бізде прототип деп айта алмаймыз, концепцияның өзінде тексеріп көргіміз келді. Осы ұсыныс пікірлерді білу үшін біз қалалық әкімдікке бардық, аудандық әкімшілікке осы жобамызды таныстырдық, көрсеттік. Яғни бұл мысалы бір Құлсары қаласының мәселесі емес, бұл өзекті болып шықты. Барлық жақта тиісінше осындай мәселелер бар екенін анықтадық. Бізде Қазіргі проекттің инженерлік журналына ұсынғанымызды осылай ұсындық, ішіне барлық материалдарды енгізіп. Енді осыдан бөлек тағы бір айта кететін қызықты жағдай, бізде осы жобаның жасалу бұл алгоритмін түсініп алсаңыз, мысалы идея қайдан алады, оны қалай реттеп жасауға болады, соны түсініп алсаңыз, сізге кез келген тақырыпта, мысалы кез келген пән бойынша, физика болсын, география деп жатыр, соған кез келген жоба жасай бересіз. Біздер осы жаз айында Геоскан Қазақстан дейтін, Геоскан деген ресейлік мекеме осы Қазақстанға бір дрондарды, Геоскан Пионер дейтін дрондар таратты. Сол дрондарға мысалы жоба жасау керек болды. Яғни ол жобаны пионерді жетілдіру, немесе өзіңіздің басқа ішінен функционалды құрылымын жасау, немесе осы бір методикалық проект. Яғни сіз оқу бағдарламасында қалай қолдануға болады. Біз осы соған жоба ұсынғанбыз, GeoCity деген. Жобаның мақсаты осы 7-11 сынып оқушылары, мысалы негізгі география пәнінде осы дрондарды қалай қолдануға болады. Мысалы, яғни бізде география сабағында не дейтін ба, координаты бар, точка, мысалы алгоритм. Яғни сіз оқушыға бір қаланы тап, или бір қаланың координатысын ұсынасыз, бойлығы бар, долгота, ширата деген ұсынасыз. Ол оқушы бірінші сол картаның координасын табады. Сосын жерде мысалы сызылып тұрса, біз жерге арнайы нелер қойғанбыз, А нүктесі, Б нүктесі деп. Яғни содан кейін тапқаннан кейін сол нүктеге дронды программалайды. Мысалы задание, бұл слайд орысша жасалды, өйткені оқушы орысша қорғады. Мысалы 45 градус северный ширата, мысалы 51 градус восточный долгота деген координатын тапты. Ол координатаны мысалы картада іздейді. Сосын оны мысалы программалайды. Дронда мысалы бізде оңай жері,
осы Geoscam Pioneer деген ішінде скретчпен, яғни балаларға программалау болды мобильді қосымша арқылы, яғни take off көтеріледі, мысалы ұшады, сосын up жоғары көтеріледі, оңға солға, мысалы негізгі мысалы программалаудағы алгоритмдерді теру арқылы мысалы не істеуге болады, жүргізуге болады. Яғни сіз мысалы Атыраудан Ақтөбеге дронды программалайсыз, мысалы Ақтөбеден Түркістанға деген сияқты. Яғни әртүрлі пән бойынша осындай жобалар ұсына беруге болады. Жобаны мысалы тақырып таңдау және осы қалай тақырып құжаттарды қалай рәсімдеу керек жөнінде қысқаша осылай. Енді осы бойынша сұрақтарыңыз болса, соған әліңіз келгенше жауап беруге тырысамыз. Айжан ханым. Өте қызықты болды. Рахмет, Қуаныш. Рахмет. Тыңдаушылардан сұрақ болмаса, онда осы бізге қосылған Азамат деген әріптесіміз сәлеметсіздер ме, құрметті әріптестер. Менің есімім Мұстафин Азамат Серікұлы, Қарағанды облысынан боламын. Слайдты қосып жібересіз. Мен телефонмен отырмын жұмыста. Менің есімім Мұстафин Азамат Серікұлы. Негізі мен қазақ тілі және әдебиет пәні мұғалімімін. Қарағанды облысы Саран қаласының нөмір 1 мектеп лицейінде жұмыс істегеніме 22 жыл болды биыл. 22 жылдан асты. Яғни соның 22 жыл бұрын қазақ тілі және әдебиет пәні мұғалімі болып келе жатырмын. Жұмыс істеп, соның соңғы 5 жылдығына жаңағы робототехника курсын оқып, осы робототехника үйірмесін беріп жүрмін осы уақытқа дейін. Енді робототехника келуім жөнінде осы айтарлық, негізі өзім қазақ тілі әдебиетке негізі түсем деп ойлаған жоқпын. Колледжде кезінде оққанда трудчетчениеға түскенмін негізі. Сосын сол трудчетчение жабылып қалып, бізді автомат түрде қазақ тілі әдебиеті бастауыш сынып мұғалімдері тобына жіберді. Содан оқып, соны бітірдім. Сосын осы 5 жыл бұрын робототехника курсы басталғанда мені жіберді. Сол робототехника пән мұғалімі болды. Сосын пән мұғалімі онда қосымша білім беру бағдарламасы бойынша робототехника үйірмесінен беремін. Осылай мен робототехника қазір үйірмесінің жаңағы өзіміздің кабинетте тұлпар тобының жетекшісімін. Балаларымыз өзіміз тұлпар деп өзімізге ата қойдық. Өзімізге футболкамызға эмблема жасап, сол тұлпар атауымен қазір жұмыс істеп жүрміз. Енді бірінші келесі слайд. Енді қандай роботтармен жұмыс істеймін? Қазіргі мен жұмыс істеп жүрген, жаңағы толық жұмыс істеп жүрген, ол жаңағы Видео 2 және EV3 Майншторм бағдарламасы. Осы курсқа барғанда әрине оның не екенін білген жоқпын басында. Қандай курс екен, не туралы екен. Сосын барып, жаңағы қолмен ұстап, программа құрап, сол практикада жұмыс істеген соң, бірақ
не үйреніп меңгеріп алдым. Әрине енді кәсіби жаңағы эври3дің тілін кәсіби білем деп айта алмаймын. Сол жаңағы кәсіби білем деп айта алмаймын. Сосын жаңағы өзімнің қазақ тілі әдебиеті сабақ пәнімді беріп жүрдім. Және бұл қосымша сабақ болған соң жаңағы ешқандай сайыстарға, байқауларға қатысқан жоқпын жөнді. Сосын ешқандай қызығушылығым да болған жоқ, жай қосымша сабағым ғой деп жүрімде беріп жүрдім. Сабағымды өткіземін, қайтамын үйге. Ешқандай қызығушылық болған жоқ. Сосын қарасам балалар да мысалы өзде жай сабақ сияқты өтеді екен. Бір келеді, бір кетеді, бір келеді, бір кетеді. Жаңағы онша балалар жиналмай қойды. Олардың да қызығушылығы болған жоқ осы робототехникада. Әрине робот деген сөзінің өзі қызық қой. Бірақ та мен де қызығушылығым болмаған соң оқушылардың да қызығушылығы болған жоқ. Сосын жай ғана оқушыларға айттым, ал енді жаңағыдай өздерінің қандай идеяларын бар, қандай ешкімге идея туған жоқ. Сосын бір күні жаңағыдай мындай мақсат қойдым. Жаңағы екі сабақтың біреуін мысалы біреуін тақырып ретінде, екіншісін жаңағы оқушылардың өздеріне не жасауларын керек, соны жасаңдар деп еркін тақырып бердім. Сол осы еркін тақырып арқасында осы бір неге кеп, мәмілеге келіп жаңағыдай мұғалім неге жаңағыдай жоба қорғау, инженерлік жоба байқау сайысына неге қатыспаймыз деп сұрақ қойды. Сосын жаңағыдай айттым, қандай идеяларың бар? Ал мысалы көбісі жаңағы мектепте бізде оқушылар таңертең кешке дейін қолдары бос емес. Спорт секциясына барады, музыка үйірмесіне барады, жаңағы неше түрлі еңбекке байланысты. Сосын робототехника сол біреу. Сосын жаңағы көбісі музыкант болған соң жаңағы басында бірінші жасаған проектіміз робот барабаншы болды. Сосын сол ковидтің кезінде жасағанымыз робот пианист болды. Сосын осы соңғы биыл жасап шығарған робот домбырашы жасадық. Сосын осы домбырасы роботтың енді бұл жерде қиындығы ештеме жоқ. Жаңағы үлкен моторлар арқылы жаңағыдай домбыраның пернелерін басып отырды. Жаңағыдай ал ортаңғы мотор арқылы жаңағы қағыстарын ойнап отырды. Сосын бір айтарлық қарап отырмын, енді Қазақстан бойынша ондай жобалар көп екен. НИШ, Назарбаев интеллектуалды мектеп, тағы да бірен саран мектептер жаңағыдай домбырашы робот жасапты. Әрине енді әр күйді, әр нені жасау үшін, мысалы майнштормста жасау үшін, мысалы бір күн кетуі мүмкін, мысалы қиындығына байланысты 2 сағат, 3 сағат кетуі мүмкін, 4 сағат кетуі мүмкін. Ал мына жерде біз нотаны түске ауыстырдық та, жаңағы конвейер ойлап таптық. Сол конвейердің жүргізгенде жаңағы мысалы белгілі бір түс сезгіш датчик түсті анықтайды да, сол аккордтың, яғни нотаны ойнайды. Сонымен жаңағыдай сонда біз нотаны түске айырбастадық. Жаңағыдай айтарлық енді мұндай мақсатпен жобаға шықтық. Мысалы айтарлық сіздің 5-6 немесе 4-5 жас бала мысалы домбыра үйрету керек болды. Мысалы қазір мысалы домбыраны әртүрлі түсте, әртүрлі размерде жасатуға болады мысалы. Соған мысалы
бала мысалы нотаны білмейді ғой, нотаның грамотасын білмейді мысалы. Соның орнына жаңағы нотный дәптер болады жаңағыдай. Ол жерде до ре ми фа соль ля си деп жазылып тұрмайды. Ол жерде қызыл, сары, мысалы көк деп жазылып тұрады. Осы құрылғы мысалы қойғанда мысалы жаңағы конвейерға қойғанда сол белгілі күйді немесе шығарманы ойнап береді. Сосын оқушы соған қарап отырып, бала соған қарап отырып, мысалы еліктеп отырып, домбыраны соның ойнағанын қайталап солай үйренеді. Әрине, одан кейін мектепке, әрине музыкалық мектепте мысалы 3-4 сыныптарға сынып оқығанда тек қана сол кезде қабылдайды ғой мысалы музыкалық мектептерге. А егер мысалы 5-6 жаста мысалы бала 1-2 сынып оқушылар осы домбыраны осылай үйретуге болады деп деген шешімге келіп, осындай домбырашы робот жасадық. Сосы биыл енді кабинетіміз күрделі жөнделініп өтті. Бізде ескі кабинет болатынды, жаңағы кеңес өкіметінің қалған жаңағы ішінде мастерскойды берді маған. Жаңағы біреу темірмен жұмыс істейтін, бір жағы жаңағы ағашпен жұмыс істейтін мастерскойдың екіге бөлінеді ғой. Соның темірмен жұмыс істейтін жағын маған берді да, пол бәрі темір, қиқы-жиқы, жаңағыдай ешқандай жарысқа дайындала алмайсыз, мысалы жаңағыдай линия бойынша, мысалы жаңағы сумоға, футболға ешқайсысына дайындала алмайсыз. Сондықтан жаңағы биыл бір жағынан сол себеп болған күрделі ремонттан өттік. Барлық қолымызды, қабырғамызды бәрін тегістеп, әдемілеп, жақсылап безендіріп берді. Сон көмегімен биыл сосын жаңағы бірнеше байқауға қатысуға бел будық. Сонымен бірінші барғанымыз осы Алматы Течкап байқауы. Содан жаңағы домбырашы роботымызбен жүлделі орынды өзіміздің жас ерекшелігімізге байланысты 12 жасқа дейін, 10-12 жасқа дейін жас ерекшелік арасында бірінші орынды жеңіп алдық. Содан айтарлық, содан көтеріліп кішкене атымыз шығып дегендей, өзіміздің тек қана мектебіміз емес, қаламыздың атын шығарып, жаңағы Алматының каналынан келіп түсіріп кетті. Одан кейін блогерлар келіп, жаңағы бізді жаңағыдай Қазақстан бойынша жаңағы сонымен қатар Ресейдің каналдары келіп, өздерінің сұхбатын алып келіп, сонда кеудеміз кеңейіп қалды. Содан осы Алматы 2023 форумына шақырылдық. Содан осы Айжанмен танысып, сол жерде осы жобаға мына жерде қатысуға келістік. Тыңдағандарыңызға рахмет. Сұрақтарыңыз бар ма? Көп рахмет. Әзеке, тамаша. Ал енді әріптестер, сұрақтарыңыз болса, ұсыныстарыңыз болса. Енді Асекеңе сұрақ, мына осыны енді жетілдіру жоспарда бар ма? Или контроллерді ауыстырып Ардуиноға, или бана Raspberry Pi сияқты күрделі контроллер ауыстыру ойыңызда бар ма? Или Легомен қалай бересіз ба? Жоқ, әрине енді айтып отырмын ғой, негізі өзім былай Ардуино тілін әлі жөн-түзу оға алмай қойдым. Былай бөлек-бөлек не жасай аламын, мысалы, жаңағы диодтарды жағу, жаңағы моторды қозғалту дегендей. Былай жалпы біріктіру жағынан кішкене не
әлі тағы да оқып біліп, интернеттен қарап, сайттардан қарап оқып үйрену керек. Әрине ол балалардың егер сөз жүзінде келсе, мақсатымыз бар әрі ол неде ардуиномен жұмыс жасау. Әрине оның барлық пернелерін ойнату үшін моторында саны көп керек. Әрине бағдарламаның күрделілігінде не ескеруге болады соған. Енді соны жасауға тырысамыз енді. Тек қана енді алдындағы бір шара бар, сонда көрсет не шыққанын сонда бір көре жатарсыздар, ести жатарсыздар. Енді бір алдымызда бір байқау бар, сонда көреміз не болатынын. Иә, күтеміз сол байқауда. Ал енді бүгін әртүрлі